Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менде жаңалықтарды көремін, әлем жаңалықтарын. Жалпы мен футболдың сарапшы, шолу жасап отырам. Есімім Марат Қайратұлы. И мен ойланам, әлем елдерінде қазір білесіздер, геосаяси, яғни тұрақсыздық орнап жатыр. Израиль тұрады да Палестинаны бомбалайды. Израиль тұрады да Африка елдерін бомбалайды. Израиль тұрады да Түркияға сес көрсетеді. Израиль тұрады да Катар ел мемлекетінің астанасы Дохаға Хамас деп шабуылдайды. Бұл Израиль мемлекетін тоқтататын жалпы күш бар ма, күшті мемлекет бар ма сөзі жүретін. Әлемде бейбіт елді орнататын, болмаса араб елдері болсын, түрік елдері болсын қосылып бір үстелдің үстінде осындай адамның, бейбіт адамдардың қазасын тоқтататын мықты бір мемлекет бар ма? Бір делегаттары бар ма? Сол делегаттар осы қырғи қабақ соғыстарды тоқтатса, осы Израиль деген мемлекетті тоқтатса, мен жалпы солай ойлаймын. Бұл бейбіт адамдар қаза болмауы қажет қайта-қайта. Мына жақта оқысам да еврейлер сол Израиль қай жақты бомбалағысы келсе, Хамастың артынан қуып бомбалап жатыр. Бұл қаншалықты дұрыс деп ойлайсыздар, құрметті оқырмандар? Видео соңында парақшамызда кірсеңіздер, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, бөлісіңіздер.